Менің ең бірінші анимациям. Көрген шығарсыңдар, бастапқыда мен ютубқа ойындарда обзор анимация қылып жасап, осылай ютубты бастаған болатынмын. Осы обзор анимацияны мен өзімнің сүйікті ойыным Cuphead'тен бастаған болатынмын. Қазір осы видеоны қарап отырсам, конкретный кринж ұстағаным бар енді. Анимация онша емес, лайн газель болып тұр. Ал ойын туралы мен көпте айтпаппын да. Сондықтан сол видеоны дұрыстап, айтылмай кеткен заттарды айтуды шештім. Ал видеоны ұзартпай, бастайық Cuphead ойынына обзор. Егер видеоны ұнаса достар, лайк басып комменттеріңізді ұмытпаңдар. Ал осы ойында толығымен мен өзімнің ойын ардамда өткен болдым. Егер көрмесеңдер, көріп келіңдер, ссылкасы мына төбеде болды десейші. Ал біз кеттік, бастайық. Бұл оқиға ғажайып Сиала аралында болған екен. Осы аралда екі бауыр тұрыпты, Cuphead және Magman. Олар мына екі кружкелер. Олар кәршайнектің қарауында тұрады екен. Бір күні осы екі достар абрикостар ойнап жүреді, үлкен казиноға тап болады. Cuphead кассаға кіргіш чмо казиноға кіріп ойнап білгенін жасай бастайды. Magman жай ғана чмо бұл жаман ойын екенін айтып Cupheadке қайтайық деседек, Cuphead тыңдамай қайта ойнай береді. Шынымен де ұта бастайды. Бірақ олардың шілей қатты тұтып жатқанын көрген осы казиноның бастығы Азазел оларды алдауды шешеді. Екі досқа Азазел ойын ойнайық дейді. Отсаңдар казиноның керемет заттар сендетікі болады деп құлақтарынан тебеді. Әрине Cuphead бұл керемет ойын деп ойлап кубикті лақтырады да ұтылып қалады. Не болатын еқті? Не болып жатыр мына жерде өзі? Көрсек көзімді ашпай оны. Кино болды, кино! Азазел күліп тұрып олардың жандарын алам дейді. Бірақ екі бауыр жалынып тұрып жандарын алмауды өтінеді. Азазел оларға өзінің казиносына қарсы кейіпкерлерден оған тиесілі контракттарды жинап әкеліп беріңдер деген тапсырма береді де екеуін казинодан қуып шығады. Екі чмо үйіне барады. Так, тоқтаңдаршы. Осы сәтте бір нәрсені ескерсек. Сиала аралы үш бір-біріне жалғанған аралдардан тұрады. Енді сұрақ, мына екеуі ойнап жүріп қалай үш аралда жүріп өтті? Прям шын өмірдегідей екен. Досыңмен әңгіме айтып жүріп, әйтеуір жердің көтіне кетіп қаласың ғой. Жақсы, ойынға оралайық. Екі бауыр үйіне тез-тез барады да кәршайнектен көмек сұрайды. Ол бұларға ғажайып суды береді. Ішесің, саусағың қаруға айналып кетеді. Керемет. Енді ойын геймплейі басталды. Біздің мақсатымыз әртүрлі босстарды жеңіп, контрактты жинау. Саусақтан атылатын көк лазерден басқа қару түрлері бар. Олар әртүрлі және де әр босқа сәйкесі болады. Сол жақ төменде кейіпкердің ХП көрсеткіші көрсетілген. Біз босқа атқан немесе күлгін заттарды парировать еткен жағдайда көрсеткіш төбесінен карталар пайда бола бастайды. Ол карталар болса супердің жиналып жатқан білдіреді. Егер барлық карталар жиналып, олар айнала басталса, кейіпкердің супер күші қосылады. Супер күштің үш түрі болады. Оларды алу үшін үш аралдағы Монзалиға бару керек болады. Елестермен шайқасып, Миш Шашамен танысамыз. Осы кейіпкер бізге осы күштерді береді. Ал карта жиналмай жатып бассақ, онда қолданылып жатқан қаруымыздың мықтырақ спец түрі атылады. Кейіпкерге тағы да көмек беретін заттар олар қосымша ХП, балта, жақын парирование және де басқа да керек заттар. Ал осының бәрін біз мына шошқадан сатып аламыз. Қай аралға барма сол жақта жүреді әйтеуір осы. Молодец, красавчик. Ал енді осы ойынды ойнап конкретно зайбалың шығатын заттарға келсек, босстар. Босстар екі түрге бөлінеді. Төмендегі және де аспандағы ұшып жүретіндер. Төмендегілермен біз саусақ арқылы шайқассақ, аспандағылармен біз ұшақ арқылы шайқасатын боламыз. Әр аралда өзінің ерекше босстары болады. Әрқайсысына өзінің тактикасы керек болады. Ал достым, егер сен осы ойынды әлі ойнамасаң, дайын бол. Өте қиын болады. Или отырасың. Ойында бәрін қосқанда 28 босс бар. Бәрі үш аралға шашылған. Аралдарда тағы да Run and Gun деп аталады уровеньдер бар. Осыларды өтіп біз өзімізге тиын жинай аламыз. Кейіннен қару сатып алу үшін. Бұл ескі Disney стиліндегі әлем болғандықтан кейіпкерлер де әртүрлі болады. Бұл ойында біз алып картоп, пияз және де сәбізбен екі боксер бақа, гүл, джин, клоун, актриса әпше, Том мен Джерри және де басқа да ғажайып кейіпкерлермен шайқасатын боламыз. Мазғаңды шірітіп, қиналып, зайбалың шығып, контракттың бәрін жинап, казиноға келеміз. Бізді кубик басты King Dice кездестіріп алады да бірінші омен шайқасыңдар дейді. Оңай тірлік сияқты айтты ғой. Бірақ біз не только King Dice'пен, оның көмекшілерімен шайқасуымызға тура келеді. Еще осыған келіп, мынаған түсіп кетсе, оны вообще депрессия оформлена болды ғой. King Dice'тан кейін Азазелге де жол ашылады. Азазел бізге екі таңдау береді. Контрактты беріп көмекшісіне айналып, мынандай психқа айналасың, немесе өлім. Екі бауыр көмекші болудан бас тартады да ең соңғы шайқасты бастайды. Осы шайқас өте қиын болады. Бірақ әрең дегенде Азазелді жеңесің. Екі бауырлар контракттарын алып көтін айырып тастаған бостарға енді ешкім Азазелге қарсы емес екенін жеткізеді да, бәрібір қуанып қалады да оларға рахмет айтады. Осылай Cuphead ойыны аяқталады.
2017 жылы шыға салу осы ойынды жазып ойнаған болатынмын. Пікім қатады, бірақ осы ойынды соңына дейін өтіп тастаған болатынмын. Осы ойынның DLC-де шыққан болатын, бірақ оны давайте келесі бөлек видеода айтып беретін боламын. Ал егер осы видеоны сендер ойнасаңдар қай босс сендерге қиын болды, айтып кетіңдер. Мен обязательно оқып кетем. Ал бүгінгі сіздермен болған мен Олжас Тоғыбай достар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар, коммент жазыңдар. Ал сау болыңдар.